Хай сәлем собственный әлеуметтік бөліміміздер дейтін Нұрлан Қаламның видеосына реакция істейтін боламыз. Ал біз видеомызға кеттік. Қорқынышты оқиғаларына дайынсыңдар ма? Сіздер дайын шығар деген ойдамын. Егер де дайын болсаңыздар, онда видеоны бастайық. Барлығына сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қалам. Иә достар, бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің өмірімде болған, иә достар, шынайы менің өмірімде болған қорқынышты оқиғалармен сіздермен бөлісетін боламын. Сіздерге бүгінгі видео қызықты болатын шығар деген ойдамын. Иә достар, шайларыңызды алып келіңіздер. Иә, шайларыңызды алып келіп, жақсы тұрып жайғасып алып, бұл видеоны көріңіздер. Бұл видео өте қызықты болады деген ойдамын. Блин, мұнда сүт жетіспейді екен. Қазір сүтке алып келейінші. Так, былай сүтті құямыз. Енді нормально. Мен ойымша достар, әрбір адамның өмірінде қорқынышты оқиға болды. Өйткені бұл өмір болғасын неше түрлі жағдайлар болады. Мен өмірімде де достар неше түрлі оқиғалар болды. Қорқынышты деп айтуға болатын. Қазір сіздерге соның барлығымен бөлісетін боламын. Бірнеше оқиғаларды айтатын боламын осы видеода. Давайте достар, бірінші оқиғадан бастайық. Ол кезде мен әрине кішкентай болған болатынмын. Сол давайте кішкентай кезде оқиғалар айтайық, сосын кішкене уже осы жақында болған оқиғаларды айтатын боламыз. Кеттік. Сразу айтайын, менде қорқынышты оқиғалар болды. Оны келесі бөлімде. Бірінші оқиға достар түспен байланысты. Я достар, мен кішкентай кезімде көптеген неше түрлі түстерді көретін болдым. И сол түстерден жаман қорқатын болдым. Арасын даже ұйықтауға қорқатын болдым. Өйткені ұйықтасам қазір тағы да бір жаман түсті көремін деп ұйықтағым келмейтін. Солай мен таңға дейін ұйықтамайтын кездерім болды. Баяғыда кішкентай кезімде. Ол кезде мен ауылда тұрған болатынмын. Индер ауданында. Атыраудың облыстары, Индер ауданы білетіндер болса лайк басып кетіңдер. Білмеймін достар, неге маған қорқынышты түстер келе береді. Бәлкім сол кезде біз дейтін неше түрлі фильмдер қараған шығармыз, ужастик фильмдер. Я бізде бұрын андай видик болған, білетін шығарсыздар, видик деген осындай кассета саласың соған. И бізде шайынсам қорқынышты фильмдер де болды. Бәлкім сол фильмдерде мен қатты қорыққан шығармын. Содан кейін неше түрлі түстерді көретін болдым. Иә, шын айтайын достар, кішкентай кезінде көп ужастиктер қарамай қойдыңыздар. Иә, сіздердің психикаңыз кішкене бұзылып кетуі мүмкін. Кішкене бір өскен кезде уже қан. Қарай беруге болады. Біреу немесе менің психикам кішкене шамалы болған. Бірақ мен айта алмаймын қатты қорықтым деп. Бәлкім кейбір күндер болды, әрине достар, мен жақсы ұйықтаған кездер. Өскен кезде әрине ол түстердің барлығы келмейтін болды. Маған уже кішкене өсе келе, уже ондай қорқынышты түстерді мен көрмейтін болдым. Бірақ кішкентай кезінде иә, мен көп жиі көретінмін. Қысқасын айтқанда, короче, мен бір күні ұйықтап жатамын да, өйстіп, короче, ауылда жатамын, өз бөлмемде ұйықтап жатамын. И әрине мен ұйқым келмейді. Мен ұйықтағым келмейді, ұйықтай алмай жатамын. Өйстіп, ұйықтаймын. Кішкентай кезінде достар, мен ұйықтаған кезде қорықпау үшін, короче, ондай көпшіктер болады, андай жастықтар. Мен сол жастықты, короче, құшақтап ұйықтаймын. Білмеймін не екен достар, қорықпау үшін. Типа как адам ретінде оны санаймын, сол жастықта. Типа, короче, мен досым, короче, соны құшақтап ұйықтаймын, и все, мен қорықпаймын. И мен, короче, сондай жастықтардың түрлерін алып келетім қасыма. Мына жаққа біреуін әкелем, мына жаққа біреуін әкелем. И тип, короче, мен қорықпаймын ғой солай. Білмеймін достар, кімде дәл солай болды, комментарий жазып кетсеңіздер болады. И в общем, сөйтіп ұйықтап жатамын бір ғана. И, короче, мен түс көремін ғой, короче, мен алдымда бір мүсін тұрады. Я, мен дейтін, короче, түсімде дәл сол жерде жатамын, короче, ұйықтай алмай жатамын. И мен ойлап отырамын, мен ол түс екенін әрине білмеймін. Түс болғанда сен түс екенін білмейсің ғой. Короче, мен түсімде тоже дәл сол жерде жатамын, ұйықтай алмай жатамын, үйістіп жатамын. И алдымда бір мүсін тұра ма, бірдеңе тұрады. Білмеймін, қалай тұр ол мүсін, қайдан шықты. Мен вообще ондай сұрақтар қоймаймын түсімде. И бір уақытта, короче, сол мүсін, еще қорқынышты, ана мүсіннің түрі қорқынышты. И сол мүсін, короче, бір уақытта тұрады, маған қарай құлайды ғой, короче. И сол кезде әрине мен ұйқыдан тұрып кетемін. И ұйқымнан тұрып кеткен кезде мен дәл сол жерден шығамын, сол. Короче, сол ұйықтаған жерінен қайтадан шығамын. Короче, фильмдерде білетін шығарсыздар, андай түсінде, короче, ол төсегінде жатады. И оған бір құбыжық секірген кезде қайтадан сол төсектен атып тұрады ғой. Дәл сондай оқиға болды, короче, менде. Иә, достар, келісемін, бұл оқиға дейтін қатты қорқынышты емес. Бірақ кезінде кішкентай болған кезде мен әрине қорқып кеттім. Өйткені мүсіннің түрі шынымен де қорқынышты болды ғой, кәдімгідей. И маған қарай естіп болған кезде мен өлемін деп ойладым, шын айтсам. Жақсы достар, осымен бірінші оқиғаны аяқтайық. Қазір достар, алда вообще қызық болады. Видеодан шықпаңыздар. Ал
Келсе видеосына кеттік. Баға ұсыныңыз. Және кеттік. Индрайвер. Сапарлар 400 теңгеден бастап. Тұрғаныңыздай түн болды, ал түнде Нұрлан Қаламов не істейді? Түнде Нұрлан Қаламов қорқынышты видеолар қарайды. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қаламов. В общем, достар, айтқанымдай, бүгін біз қорқынышты видеолар қарайтын боламыз. Что-то слишком қараңғы сияқты, давайте свет жағып жіберейік. О, бұлай керемет екен. В общем, достар, бүгін біз қорқынышты видеоларды Zombie Chess арнасынан қарайтын боламыз. Соңғы кезде біз осы каналды көп қарап кеттік. Бұл канал дейтін біздің соңғы кезде ең сүйікті каналымыз. Өйткені бұл каналда күн сайын неше түрлі қорқынышты видеолар шығып тұрады. В общем, видеоның атауы 10 страшных видео из TikTok, которые невозможно объяснить. Яғни, қазақшаға аударатын болсақ, TikToktағы 10 қорқынышты видео түсіндіруге өте қиын. Короче, бір сөзбен TikToktағы қорқынышты видеолар қарайтын боламыз. Достар, мен вообще ойлаған жоқпын, что TikTokта вообще қорқынышты видеолар болуы мүмкін деп. Мен ойладым, TikTokта адамдар тек қана күлу үшін кіреді деп, немесе фейспалм ұстау үшін кіреді деп, бірақ точно қорқу үшін емес. Бірақ бұл видеоның атауы 10 қорқынышты видео TikToктан болса, енді давайте достар көрейік. Маған уже қызық болып тұр. Айтпақшы достар, егер сіздерде чай болмаса, чайлап көрсеңіздер де болады. Өйткені шаймен әрқашандай видео керемет болады. Достар, айтпақшы тіркелмеген болсаңыздар, анаға қазірден бастап тіркеліп кетіңіздер. Біздер достар 150 мың көрерменге мақсат қойдық. Так что досым, егер де сен бірінші рет көріп тұрсаң, төменге тіркел. Біз арада күн сайын неше түрлі қызықты видеолар шығады. Және де лайк басыңыздар бұл видеоға. Давайте достар, бұл видеоның астына 3000 лайк жинап тастайық. Ал видеоға кеттік. Опа, видео басталды. Так. Все мы знаем, что такое TikTok. Тяжело не знать. Көрдейме достар? Монтаж, енді білмеймін, TikTokта монтаж жасай алмайсың TikTokта. Сен TikTokта камераны қоясың, түсіресің, и все. TikTokта ешқандай монтаж керек емес, TikTok өзі монтаждайды барлығын. Анда программның ішінде бүкіл монтажы бәрін жасауға болады. Сол үшін бұл видеолар шын болуы әбден мүмкін. Про это приложение, а особенно про тех людей, которые снимают там веселые шедевры. Но сейчас речь не о танцах и челленджах. Сейчас будет действительно страшное видео, так сказать, темная и мрачная сторона ТикТока. Эти видео были сняты не специально. Ситуации, произошедшие в этих роликах, спонтанные. Кадры будут невероятно волнительные и пугающие. Смотрим видео от начала до конца без перемотки и ставим сразу же нағыз реально криповый екен. Лайк. Вы не пожалеете, а мне будет приятна ваша активность. И у нас 10 жутких и страшных моментов из ТикТока. 10 қорқынышты видео TikToктан көреміз. Также не вошедшие за... Не мынау? Запрещенные ютубом кадры из этого и других видео вы можете найти в телеграм-канале Zombie Chess. Так, бастаймыз Zombie Chess. TikTok пользователь по имени Наоми под музыку пытается выполнять какие-то танцевальные движения. Но суть видео не в танце, а в жутком моменте, который произошел совершенно случайно. Девушка, смотря в экран телефона, следя за своими танцевальными движениями, особо не заметила, что произошло прямо за ее спиной. Появляется темная жуткая фигура возле ее левого плеча. Достар, мен артында біреу жоқ па жер? Силуэты движения. Достар, мен артында қарап қойыңдар. Достар, мені қарап қойыңдар дейсіз. Если замедлить видео.